Good morning, children. Good morning, teacher. How are you? We are fine. Thank you. Sibao. Bir müncerde kıyılgan suretleri turup, bu kıyılgan suretlerden alıp, sonu karıştırıp, сол karıştırу arqılı suretli topqa bölünemiz. Kәдеге müncerden keyin suret kıyılgan ala koyacak. Biz sonымен бұл жерде мозаика ойыны арқылы, яғни суреттерді қиыстыру арқылы біз топқа бөлдік. Бірінші топ электрді құрастырдық, екінші топ зарядты құрастырдық, үшінші топ электроскопты құрастырдық. Сонымен біз топқа бөлініп болдық. Енді сіздерге біз өткенде термодинамика негіздері тарауын бітірдік. Осы тарау бойынша біз кішкене ғана сәйкестендіру тапсырмасын орындай қояйық. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың екінші заңы. Сонымен балалар, біздер үй тапсырмасына берілген тапсырма бойынша орындап болды. Енді бүгінгі біздер жаңа тарау бастаймыз. Бұл тарауымыз мана топқа бөлінген кездегі алдарына берілген суретке қараңызшы. Осы суретте бұл сурет мына жазып тұрған тобымыздың аты нені білдіреді? Бұл туралы біз не білеміз? Мына сөз қандай сөз? Осы жөнінде кәне ойланып жауап бере қояйық. Суретке не көріп тұрмыз? Топтарымызбен бір-бірімізбен ойласуға болады, бір-бірімізге айтуға болады. Бізге бұл өмірде таныс сөздер ма? Таныс бізді электроскоп деген сөз таныс емес, сендерге. Так, заряд деген сөз таныс па? Энергиясы болады, электр деген сөз таныс па? Иә. Қай жерден таныс электр деген сөз? Иә, енді. Энергияның бір-біріне байланыстырмай электрлердің әсер арқылы